Облыстық сотының алдындамын. Мұнда азаматтық істер жөніндегі сот алқасында талап қоюшы Жанар Қуатбек қызының жауапкер тарап Қарағанды облысы білім басқармасының Шет аудандық білім бөліміне жұмыстан босату бұйрығын заңсыз деп тану және жұмысқа қайта орналастыру туралы талап қою бойынша азамат Қатысам мен. енді отпускада жүрсіз, қалай қатысасыз? Отпускада жүрсеңіз. Жанар Қуатбек. Жоқ, өткенде айтты ғой, енді өткенде айтты, Елдос Смағұлдың өзі келеді деді. Енді білім бөлімінің өкілдері ретінде сіз қалай білмейсіз деймін да, ол сіздің басшыңыз ғой. Өзім бөлек жүрген адаммын. Маған тиіспеңіздер, жоқ. Жоқ, ешқандай да сұхбат бермеймін, жоқ. Мүмкін енді Елдос Смағұлдың өзі келмейді. Жоқ, мен адвокатым келмей, ешкімге сұрақ та бермеймін, барыңыздар. Жанар Қуатбек қызы, өзіңіз айтыңызшы, енді осы жағдай неден басталып, басынан бастап бір қысқа нұсқа бір ақпарат бере кетсеңіз. Бұл жағдайдан басталғаны, білім бөлімінің алқа отырысы 29 ноябрь күні болған болатын. Сол алқа отырысына ауа райының қолайсыздығына байланысты, күннің аяз болуына байланысты, мен кеш барғандықтан білім бөлімінің басшысы мені кеудемнен итеріп, білім бөлімінің алқа отырысына кіргізген жоқ. Және де о кісіге осы не себепті кешік қалғанын түсіндіруге мұрша бергізген жоқ. Осы орайда мені 2 декабрь күні білім бөлімінің адил кадры Елмира Қанатқызы звондап, сізді 5 желтоқсанда білім бөлімінің басшысымен сізге жиналысқа шақырып жатыр деп маған звондап WhatsApp-қа жазды. 5 декабрь күні күннің попуткаменен шетке барып, сағат 1-де барғаннан сағат 6:30-ға шейін мені тосқызып қойды. Білім бөлімінің бүкіл методистерменен және де білім бөлімінің басшысы жиналысқа салып мені, сол жиналыста маған өз еркіңмен жұмыстан шығам деген өтініш бер. Мен саған бұдан былай басшылыққа жұмыс етпеймін. Сен ешқандай да басшы болуға лайықты емессің. Және де менің ар-ожданыма тиетін түрлі сөздер айтып, Нақты қандай сөздер айтты? Мен саған жұмыс етпеймін. Сенде ешқандай абырой жоқ. Сенің жұмыс етуге мен ешқандай да келісімімді бермеймін. Мен саған жұмыс етпеймін, одан да өз өтінішіңді берді. Сен жұмыстан кет, жай ғана мұғалім болып қал деген. Және де мен сенің коллективіңа барып, мен сенің абыройыңды айрандай төкпей тұрғанда, сен өз еркіңмен кет деп маған сондай угроза сөздер айтты. Маған айтпаған нәрсесі жоқ. Содан мен о жерден сағат 8:30-да шығып, 40 градус аязда мен Ағадырға әзер жеттім. Сол ауырғаннан мен танысымның үйіне барғанда, Ағадырдың скорыйын шақыртып, менің жаңағы давлениемді өлшеп, маған укол салып берді. Және де осыға дейін айтып өткен болатынмын. Темір жолдағы жаңағы сот болғандықтан, пойыздардың бәрі кешігіп, түнгі сағат 11-де мен ауылға қарай пойызға мініп, сағат түнгі 1-де мен үйге келдім. 6 күні таңертең жұмысқа келіп, жаңа жағдайымның ауырып тұрғанын бәрін біле тұра, мен жаңағы ФАПқа звондап, медсестраға барып, ауырып тұрғанымды айтып едім. Ол кісілер маған жаңағы портал берді. Многопрофильный больницаға сізге жүрегіңізге барып келіңіз, сіздің түріңіз ұнамай тұр деп. Сол бойынша мен мектепке келіп, қайтадан өзімнің орынбасарым, оқушының орынбасары Меруерт Жолдасбайқызына қосымша жүктеме беру деген бұйрық шығарып, және де
соның бәрін о кісінің бұйрық шығару үшін о кісінің келісімі болу керек. Келісімменен мен бұйрық шығарып, 6 күні кешкі Балқарскийге түнгі сағат 12-1-де жүретін пойызға билет алып, мен Қарағандыға келдім. 7 күні таңертең түскен бетте мен больницаға бардым. Больницаға тексеріліп болғаннан кейін Макашанова деген больницаға барып, қаралып, бүкіл анализ УЗИ-лардың бәрінен өттім. Және де сол күні білім басқармасының басшысы Гүлсім Шабданова Қожахметоваға кіріп, болған жағдайды, жаңа білім бөлім басшысының маған жұмыстан кет, мен саған жұмыс етпеймін, арыз жаз деген айтқан жаңағы қоқан лоқысын бәрін айтып жеткіздім. Гүлсім Шабданова менің жағдайын бәрін түсініп, және де маған Смағұлға Жанар сізден не керек деп, және де мен о кісімен өзім жеке сөйлесем, биыл оқу жылын аяқтаңыз, және де сіздің бүгінгі денсаулығыңыз, жағдайыңыздың бәрін көріп тұрмын, сіз ауруханаға жатып емделіңіз, сіз балаңызға керексіз деп, о кісі маған көп поддержка бергеннен кейін мен больницаға 7-сінен бастап жаттым. 19 күні больницадан шығып, 20 күні мен жұмысқа келдім. Дәл осы орайда айтқым келеді. Мен сол 5 күнгі жиналысқа шақырғаннан, мені сол больницаға жатқызуға, мені сол денсаулығыма кінәрат келтірген Елдос Жарылғапұлының 5 күнгі жиналыста маған айтпаған сөзі, айтылмаған сөз қалған жоқ. Мен бүкіл сода мен ауру болдым. Қазір күнге шейін мен мысалы сол кісіні көргенде мен үрей, қорқыныш, мен басқасын білмеймін, өйткені о кісі сол давит етеді, өне бойы сол былай енді 20 күні мен жұмысқа келген кезде маған білім менің орынбасарыма акті берген. Маған сізге 22-сі, 23, 24, 25 күнігі қараша айында сіз жұмыста болмағаныңызға байланысты түсінік жазып беріңіз деп. Мен оған түсінік жазған жоқпын. Өйткені білім бөлім басшысынан 21 күні мен осындай жаңағы юстицияға, жаңа мектептің құжаттарын заңдастыруға, қағаздарын жасауға, құжат жасауға сұранып кеткен болатымын. О кісіде мен сұранып, іс сапар бұйрығын 102-ші номерацияменен 21 күні жазып тұрып, мен іс сапарға кеткен бұйрығым бар. 3 күнге жазған. Жарғыда мектеп директоры бұйрық шығарып, мектептің құжаттарын сенім қатсыз жұмысы атқарылады деген жарғыда жазылған болатын. Сол бойынша мен о кісі білет менің документпен барғанымды. Не үшін мен түсініктеме жазуым керек болды? Өйткені ол бір ай өтіп кеткеннен кейін 23, 22, 23, 24 қарашадағы күнді 20 декабрьде бір айдан кейін маған түсініктеме жаз дейді. О кісіден мен сұранып кеттім. Мен сол түсініктеме жазудан бас тарттым. Содан кейін 21 күні маған ескерту берді, 22 күні келісім комиссиясын өткізеді, 24 күні мені жұмыстан шығарады. Міне қазірдегі бүгінгіде азаматтық сотта, Шет аудандық сотында жеңіске жеткен болатынбыз. Бұйрығымыздың бәрі заңды болған. Бүкіл жаңағы куәгерлеріміздің барлығы, бүкіл құжаттардың бәрі заңды болып тұрған. Енді білім бөлім басшысы қайтадан апелляциялық сотқа беріп, міне бүгін 2-ші отырыс болды. Сондағы маған қойылып отқаны, неге түсініктеме жазудан бас тарттыңыз? Енді осы орайда сот мырзаға айтқым келіп отыр. 5 күнгі, 2 күні, 28 күні білім бөлімінің кең алқа отырысына шығарып жергені, сол кезде де жұмыстан кетесің деді. 5 күні, 2 күні қайттан шақырып алға жиналысқа келесің деген. Сонда мен 5 күнгі жиналыста қандай болса да өзімді қорғап алу үшін бұға дейінгі аралықта да бізге тағы да осындай өлерменсің деген сөздің барлығы айтылған болатын. Сондықтан өзімді қорғап алу үшін мен бұл жерге жиналысқа мен диктофонды қосып барған болатымын. Қазіргі таңда менің қолымда көзірім, мен диктофоным бар. Смағұлов Елдос Жарылғапұлының маған жұмысты істетпеймін, сен жұмыс істемейсің, саған бұл жұмысты бергеніме мен өкінемін деген менің өзімнің жеке басым айтқан бүкіл сөздерінің бәрі басылған. Мен келесі сот отырысына, міне қазір сот кабинетіне сол аудиозаписті тыңдатуға, қостыруға соған қазір мен сұраныс талап арыз жазайын деп отырмын. Uzatınız Mustafa, Mustafa kaldırmayı. Ben ağzınızı var, maktab, rahmetinize size onu sürmeyeyim. Bugün kızların yanından özelliğini yazı oturup takmak üstünüzde. Енді қалдыратты өлемаңыз. Тоқтаған қалдыратын жағдайым жоқ, қасымда жүрген адамдар. Бұлдыңыз, жақсылықпен қоштасақ, оңайсы.
және осы орайда айтқым келіп тұрғаны, маған 5 мамырда бұйрық шығады, соттың шешімі шықты. 5 мамырда білім бөлімі маған қайта тағайындалу деген бұйрық шығарады. Бірақ маған ол бұйрықты пошта арқылы 15 мартта поштамен шеттен салат поштасынан, мен оны 18 мамырда ғана алам. 5 мамырдан 18 мамырға дейін мен ол жерде директор болып атқарған жоқпын жұмысты, өйткені менің қолыма бұйрық келген жоқ. Енді білім бөлімінің зумына, білім бөлімінің жиналыстарына мені Смағұл ешқандай да қатыстырған жоқ. Және де білім басқармасының среда күні болатын әр жиналысына қатысып, Гүлсім Шабдананың әр берген тапсырмасын мен бүкіл тапсырманы Гүлсім Шабданадан алып отырып, мен тапсырманың бәрін жасап отырдым. Жаңағы 1 июньге дейін. 24 июньге дейін, мен 26 июньде ғана отпускаға шықтым. Оға дейін мен Гүлсім Шабдананың әр зумына қатысқан сайын ғана білім бөлімінің басшысы Елдос Жарылғабылы менімен ешқандайға да контактыға келген жоқ. Бүкіл методистерінің бәріне біздің жаққа қарай запрет қойып тастаған. Қазіргі таңда мектептегі шеттің директорлар чатында бұрынғы ё болған, қазіргі таңда мектептегі 10 сағаты бар жай мұғалім, сол кісі қазір директорлар чатында отыр, және де ол кісі маған через кого-то мынандай тапсырма беріп жатыр деп, маған как сіз жасаңыз деп маған сонда мектеп директоры бола отырып, мен қарапайым мұғалімнің маған Смағұлдың секретары болып тапсырма береді. Және де 18 күні мен бұйрықпенен таныстым деп қолымды қойып, пошташыға бәріне тіркеп бердім. Осы аралықта 5 менен 18-дегі аралықтағы ақшамды менің кім төлейді? Ол кімде тұр қазір? Табелге мен мысалы өзімді ертең осындай құйтырқа әрекет болады деп мен 18-нен бастап қана қойдым. Ал сонда шеттің сотының бұйрығына шешіміне келіспейтін Елдос кім? Және де Елдос жиналысқа кіргізген жоқ. Білім бөлімінің 4 жылдық қорытынды есебі болады алқа отырысы. Соған тағы да құйтырқы әрекет жасап, мені қатыстырмаудың әрекетін жасап, 8:30-да жиналыс болады дейді. Және де Киік пен Мойынтың директорлары онлайн қатысасыңдар дейді. 2:30-да біз онлайнға кірген кезде мені білім бөлімінің басшысы 3 рет кіргізіп, 3 рет шығарып жіберді. Мен білім бөлімінің алқа отырысына жылдық қорытындыға мені кіргізген жоқ. Әлі де мазақ қып келе жатыр. Бұны менде қойған жоқ. Білім бөлімі егер мықты басшы болса, мектебімізде жаңа айтып тұр ғой, сапасы бар. Менің мектебімнің сапасы, Сыдық Мұхамеджановтың сапасы өте жоғары. Менің ұстаздарым білікті, білімді, барлық жағынан, ғылыми жоба жағынан да, олимпиада жағынан да, бүкіл зерттеу жұмыстарынан ең бірінші орында тұрған ұстаздарым. Біздің ұстаздардың сондай біліктілігінен, мықтылығынан қаншама олимпиада жетістіктерін алып отырмыз. Халықаралық олимпиададан балаларымыз, мысалы 4 баламыз былтыр мысалы алтын белгі иегері болды. Биылғы оқу жылында мен 19 күні жұмысқа кірген кезде білім бөліміне звондап, менің мектебімде, Мұхамеджанов мектебінде 2 бірдей оқушы алтын белгіге үміткер, сіздер соны білесіздер ме дегенде, ешқандай менің алдымдағы Үйек Күзенбаева ұсынбаған 2 оқушының обалына қала салдады. Сондықтан соған барлық оқушының меңгерушісі екеуміз, бүкіл мектептің мұғалімдеріміз, барлығымыз бүкіл журналдың бәрін қопарып 31 мамырда ғана білім бөлімінің методисі Мөлдір Сапарбаевна деген кісі звондап, Жанар Қуатбековна, алтын белгі үміткерлерінің балаларыңызды документін шетке жеткізіңіз деді. 1 июнь күні мен бүкіл документті шетке жеткізіп тексерттік. 5 маусым күні мемлекеттік емтиханда голосовой жазып жіберді. Алтын белгі үміткерлерінің құжаттарын жасаған, орындаған тапсырмаларын скриндаңыз, және де оны шетке жеткізіңіз деп. Балалардың барлығы бұл экзамдардан бәрінен, мемлекеттік емтиханнан бәрінен жақсылап өтіп, 2 алтын белгі иегерін осы оқу жылында ұсынып, сол ұсынбағаны үшін мектептің оқу ісінің завуч Кантееваға ескерту беріп, шара қолданып тұрып, мен 2 бала мектептің 2 оқушысы алтын белгі алып отыр бүгінгі таңда. Мен жұмыс демесем, менің мамандарым, менің мұғалімдарым жұмыс демесе, бұндай нәрсе бола ма? Неге сонда білім бөлім басшысы 46 алдында мектеп болып тұрып, 46 директор болса да, сонда қандай бала алтын белгі иегер екен, неге сонда анықтамаған екен? Неге менің
біздің мектептің оқушылары алтын белгіде мысалы қағылаз алдады. Сіздің енді осы жетістіктеріңіздің барлығын сотта жоққа шығарып отыр дейсіз ғой. Сотта қазіргі таңда сотта жоққа шығарып тұр. Ешқандай жетістік жоқ дейді. Мен қазір оқу ісінің меңгерушісі жаңа Кантиева Меруерт Жолдасбайқызына биылғы оқу жылға, былтырғы оқу жылындағы бүкіл жетістіктердің бәрін жинатып, мен келесі сотқа мен соның бәрін алып келем. Мен сотқа әкеліп тұрып, Талдықорғанның облыс әкімінен алған марапатымызға шейін бар біздің. 6 алтын белгі бар. Мектебіміз жайқалып тұр. Жаңа мектеп бүкіл базамен қамтылған. Тек қана жаңа математика кабинет деген жабдықталмаған дегені болмаса, басқа нәрсенің бүкіл мұғалімға, оқушыға бүкіл жағдай жасалынған мектеп. Тек қана осындай Смағұлдың арандатушылығынан, осындай менің екі завучымменен менің арама арандатушылық салып, бір-бірімізге жаңа шағыстырып, бір-бірінің үстінен акт жасаңдар деп, сондай құйтырқы әрекет жасағаннан біздің мектебіміздің, айрандай үйіп отқан мектебімізді қазір күл-талқаны шығарды. Соны қазір айтып, мен жеткізгім келеді. Мысалы, соттың бәрін, өткен жолғы сотта да бәрін айтқан болатымын. Енді білім бөлімінің осы соңғы отырысында Смағұл айтқан екен. Қарабет деп айтады дейді. 45-ке келгенде миы жоқ, әке-шешесінің ақшасын бәрін құртып жүрген, санасыз. Ол мен ертең апелляционный сотта мен жеңемін. Алған ақшасын бәрін мен мойнынан сығып тұрып алам деп, неге ол Смағұл апелляционный соттан жеңемін деп. Өз-өзіне сенімді түрде айтып тұр дейсіз ғой. Сенімді түрде мен сол 46 директордың 10-ы менімен сөйлесіп отыр қазіргі таңда, және де апелляционный соттан соның бәрін дәлелдеймін, мен жеңемін деп сенімді айтып тұр. Оған мен де әлі сот әлі шешім шығарған жоқ, мен де менің адвокаттарым ешкімге белгісіз жағдай ғой. Неге ол өзімнен сенімді қылып айтады? Және де басқа жақтың мектептеріне барғанда Смағұлова сияқты жазыңдар. Смағұлова сияқты 3 сағат жұмыста болмаңдар. Бәлен қып кетіңдер. Смағұлова зумды Смағұловадан бастайды екен менен, зумды менен бітіреді екен. Ол кім, қандай басшы мынандай нәрсеге жасайтын. Бұл нәрсенің барлығы, осы нәрсенің барлығы Смағұлдың маған осындай құйтырқы әрекет жасап, маған жұмыс істеуге мүмкіндік бермеген. Арамза жоспары дейсіз бе сонымен? Арамза жоспары, өйткені менен бұрынғы директор Ақжүнісова Гүлнар Құдайбергенқызынан сағат сұрап барғанда сағат жоқ деген. Білім бөлімінің басшысына барып, Елдос Жарылғабылұлы, мен жоғарғы білімді сарапшы, резервте тұрған директор болатымын. Мен білім бөлімінің басшысына барып, осы жағдайдың бәрін айтқанда, енді не істейміз, ол жердегі директор жақсы жұмыс істеп отыр деді. Жақсы жұмыс істеп отқан директор алтын сатама, жақсы жұмыс істеп отқан директордың жолдасы завхоз, келіні кітапханашы, екінші келіні тәлімгер, ұлы лаборант, трайбализм ба? Сонда директор бәленбай адам қамтылып отырған, ауылда басқада жұмыссыз отырған адамдар болды ғой. Соның бәрін айтқанда, бір түнде шет білім бөлімінен кісі жіберіп тұрып, жаңағының бәрін айқындап, бәленбай мұғалім бүкіл қағазын дәлелдеп, алтын сатқанын, мал алғанын бәрін дәлелдеп айтып бергенде, осының бәрін көрсеткенде, Смағұл Ақжүнісованы арқасынан қағып, грамотасын беріп жүрген. Сонда бұл сыбайлас емес па? Сыбайлас жемқорлықты анықтап беріп тұрғанда, оған маған қазіргі таңға шейін 10 сағат, 18 сағат бер деп, және де оған бүкіл жағдайды жасап беріп, грамотасына шейін бәрін беріп отыр. Ол сонда әділдік үшін күресіп атқан бізге жұмыс етпейді, жемқорды прикрывать етті. Менің айтатыным осы нәрсенің бәрін біз сотқа өткен жолда айтамыз дегенде біраз нәрсені болмайды, талап арыздан артық кетпеңіздер деп айтты. Мен қашанғы бұл нәрсені, мен Смағұлдың 5 күні шақырып алып, маған қоқан лоқы көрсетіп айтпаған сөзінен мен ауру болдым. Больницаға жатқандығым туралы қағазын бәрін растап, мен соны сотқа сол дискіні беруге қазір сот кабинетіне талап арыз жазамын. Білім басқармасымен келіспеді деп нормативтік құқыққа сілтеме жасап отырып айтып отыр. Сол туралы қарсы пікірде де көрсетілмеген, өздеріңіз де ауызша біз соны сұрамаппыз. Сол туралы не айта аласыздар? Лауазымдық нұсқаулыққа байланысты білім бөлімі бекітілген, және осы мектеп директорымен. Ол кісі аумақтан тыс жерге шығатын болса, біріншіден оқу бөліміне хабарлап рұқсатын алу керек. Жағарма бекен сұрақты түсінбедіңіз ғой. Түсінбедім. Бұл жерде лауазымнан босатудың заң бұзылуының бір жолы ретінде талапкер
5 негіздеме көрсеткен, норматив жоғары соттың норматив нелеріне сілтеме жасайды, сосын еңбек кодексіне сілтеме жасайды. Соның ішінде біреуінде көрсетеді, бір норматив құқыққа байланысты лауазым жұмысынан босату кезінде білім бөлімі облыстық білім басқармасымен лауазым босату туралы келісім жасау керек деген уәжі бар. Таныссаңыздар, ең бірінші. Сол туралы не айтасыздар? Ондай келісім алдыңыздар ма, алмадыңыздар ма, бар ма, жоқ па? Құрметті сот мырза, ол білім бөлімі Қарағанды облысы білім басқармасымен келіседі деген заң 24 желтоқсанда ғана сол кезде ғана қабылданып күшіне ғана енді. Ал 22-сі күні 23 күні осыны жұмыстан шығарғанда әлі білім басқармасымен келісетін туралы күшіне енбеген болады, келісім алу бойынша. Бірінші лауазым ротацияны, бірінші басшыны тағайындау, мұғалімдердің педагогтарды конкурсқа тағайындау, тағы 107-ші бері өзгеріс көбейген болады. Бұл желтоқсанның 24 күні. Мен енді бұл кісілердің айтқасын орыс мәтінін алып шықтым. 95-ші пунктісінде көрсетілген орыс мәтінінде оқып шығайын, ренжімесеңдер, бәрін түсінесіздер ғой. Освобождение от должности первого руководителя осуществляется по согласованию с областным органом управления образования. Деп солай көрсетілген. И бұл туралы талап арызада бір негіздеме ретінде көрсеткен. Бірақ ссылкасында астыңғы жағында изменение деген Изменение бар ол 24-ші декабрь 22 декабрь 22 жыл вводится действие по подписанию правила редакции приказа Министерства просвещения РК от 22 декабря вводится действие со дня его подписания дейді. Сонда сіз айтқыңыз келіп тұрған 95-ші бапқа, 95-ші бөлімге сол кезде ғана өзгеріс енгізілді дейсіз. Сол кезде ғана енді 24-ші декабрь күні 2022-де 27-ші бұйрыққа өзгеріс сол кезде енді. Сол кезде енді дейсіз. А сіздер қай күні шығардыңыздар? 23-ші декабрь. 23-ші күні шығардыңыз. Жақсы, яғни сіз мынаны білген жоқпыз дейсіздер, да? Сол кезде оған жоғары күшіне дейінген келісім алу керек. Жақсы, сіздің түсініңіз. Алма Бакина бұған туралы не қолдайсыз ба, қосып айтарыңыз бар ма? Қолдаймын, өйткені бұйрық бұған дейін заңға өзгеріс енгізгенге дейін шығып тұр. Сондықтан да неге содан кейін шығып тұр ғой? 22-сі күні вводится действие дейді, а бізде 23-го акт выносится. 23-ші, бұл 24 шығып тұрып отыр. Жоқ, мына жерде былай болды. Сноска правила редакции приказа Министерства просвещения РК от 20 вводится со дня его подписания дейді. Әлде қол қойған күні басқа күн ба? Емел қанатына сол туралы айтып алсын, сіздің саладағы нелер ғой бұл? Сол точно 24 Жақсы. Түсіндім онда. Басқа сұрағым жоқ, сізге қоятын рахмет, жауапкердің өкілдері. Сонымен қымбатты көрермендер, бұл апелляциялық сот алқасының екінші сот отырысы, сонымен қоса тағы үшінші сот отырысына қалдырылды. Енді Тілеужан мырза, өзіңіз ойлаңызшы, не үшін кейінге қалып жатыр деп ойлайсыз? Өзіңіз тараптан бір жауап берсеңіз. Иә, енді бізде бұған дейін де процесте көп нәрсе айтылған, бірақ бүгінге бітіру керек болған, бірақ сот енді тағы да кейбір мәліметтерді анықтау үшін тағы да 10 шілдеге қалдырып отыр. Енді білмеймін, бүгінен негізі куәлерден де барлығын сұрап бітіруге болатын еді, созылып жатыр. Оның енді соттың не ойлағаны бар екенін білмеймін, бірақ енді қайшы жерден келіп тұрмыз біз, оның барлығы еске біледі, сот бүгін барлығын бітіруге болатын еді. Енді жақсы, 10 шілде қалды, енді мен ойлаймын, енді сот созылып жатқаны мына соттың әділ шешімін өзгерте ме, өзгертпей ме, оған ықпалы бола ма, болмай ма, ол жағын білмеймін, бірақ енді алдағы уақытта білетін боламыз. Сот тарапына қандай күмәніңіз бар? Сот енді кішкене өзімізде күмән болып отқаны, мына апелляциялық шағым берген азамат білім басқармасы бөлімінің басшысы сөйлегенде өте ұзақ уақыт беріліп отырды. Барынша оның сөзін бөлмеуге тырысты. Керісінше біздің сенім білдірушіміз сөйлеген кезде көп шектеулер жасап отырды. Көп сөздерін жаңағы былай қысыммен айтылғандай өзіміз солай көрінді. Енді оны алдағы уақытта көреміз енді. Соттың қандай шешім шығарған кезде соған байланысты. Енді жаңа сот отырысында Елдос Смағұл айтып жатыр ғой, бұл директорды мен өзім сайлағам деп. Сол туралы айтып кетіңізші. Сізді алдыңғы Тілеужан Кішкенебаевтың YouTube каналында берген сұхбатыңызда
мен өзімнің конкурстан жеңіп келгенмін деп айтқан екенсіз. Осы туралы маған аздап түсіндіріп беріп кетсеңіз. Білім бөлімінің жаңағындай Ақжүнісованы отстранить етіп, басқа Юла Амирова арай келген кезде, мен жаңағы Ақжүнісованы осындай антикорға беремін, осы нәрсенің бәрін анықтаймыз деп бүкіл мұғалімдер шулаған кезде тыныш отырсын, конкурстан өтсін, тесттен өтсін, содан кейін директор болады деп сөйдеді. Мағам сол кезде сен аузыңды жап, Ақжүнісованы көрсетпе, тыныш отырсын деген. Және де мен тесттен өтіп, конкурстан өтіп, қамқоршылық кеңесін өтіріп, білім басқармасының собеседованиясын өткен, кәдімгідей конкурстан өткен тағайындалған директормын. Ешкімнің Конкурсты Смағұл конкурс жариялады газетке. Соның аясында бүкіл берілген критерий бойынша менің бүкіл нәрсем келді. Екі жаңағы білім басшылықта жұмыс істеді деген стажым да бар. Бүкіл нәрсемен келіп, бүкіл критериймен келгеннен кейін мен директор болып сайландым, тағайындалғанмын. Мені былай сайлай салған жоқ, мен конкурстан өтіп отырмын. 57-ші бұйрық бар. Сонда, мысалы, бүкіл конкурстан өткенде ғана барып директор тағайындалады. Тесттің бәрінен өткен. Енді Елдос Смағұл сізге қысым көрсететінде жалпы не себепті ойлайсыз енді өзіңіз? Енді жемқорды тауып бердім. Мүмкін екеуінің арасында бірдеңке болған шығар, бірдеңке алып отырған шығар. Мен білмеймін ғой. Неге маған менің артымнан қалмайтындай. Жарайды дедім, мен соттан жарайды жеңдік, шештік, сонда маған айтқан анау жұмыс жүрген анау әйел сотқа барып жүрген, мен бірде-бір күн барған жоқпын деп, ана Алма Бакиевна деген адвокатты жұмыссыз жүрген әйел өзі барып жүр дейді. Өзінің қорғаушысы сондай қып дәрежеде деп маған айтты. Мен апелляционныйға бермеймін деп айтқан мен барған кезде. Енді келіп қазір басқаша жасап отыр ғой. Енді қазір менің атымнан тәртіптік жаза, неге түсінік жазбадың дейді маған. Тәртіптік жаза қолданған. Менің сыртымнан 3 тәртіптік жаза қолданғанда, сондағы бұйрыққа танысты деп менің қолымды қойған. Мен ол тәртіптік жазаның бұйрығын көзімде көрген емес. Және де сол тәртіп жаза қолдану үшін түсінік жазу керек қой. Сол түсініктің өзі менің қолым емес. Өткен жолғы аудандық сотта да осыған жаңағы поделка. Сосын мағам шығаратын документтердің бәрі задним числом. Бір ай өткеннен кейін алып келеді. Тіпті келісім комиссиясының өзі мені 24 күні шығарып тұр, келісім комиссиясы 22 күн өтеді. Бүкіл нәрсені мағам задним. Енді сотта, келісім жаңағы сотта, осы сот отырысында, Шет аудандық сот отырысында директорды шығару үшін білім басқармасының келісімі болу керек деген болған. Сонда білім бөлімінің жаңағы отдел кадрыменен қорғаушы Алма Бакиевна оның ешқандай қажеттілігі жоқ, ондай бұйрық күші жойылған деген сияқты түрлі ақпарат берген. Ол Шет сотының аудио видеосында да тексеріп етілген шығар. Өйткені басылады ғой соттағы бүкіл нәрсе. Енді кейін апелляционный сотқа келген кезде Смағұлованы жұмыстан шектетуге келісімді Қожахметовадан келісім алған деген нәрсе алып отыр. 22 декабрьмен. Неге сол кезде аудандық сотқа 22-сіндегі келісімді неге сұнған жоқ? Неге апелляционный сотта оны әкеліп тұр? Ол аудандық сотта келісім болған жоқ деп екеуі аузымен айтты ғой. Білім бөлімінің басшысының өкілі айтқанда ондай болмайды деген. Ал бұл жолы келісімді әкеліп отыр. Мен соны түсінбеймін. Тағы да артпенен, тағы да басқа подлинный өтірік документ жасап тағы келіп отыр бұл жердегі нәрсе. Мен шындықты айтып, мен жан ұшырып, мені бір бұрышқа тықты. Білім бөлімінің басшысы мені тығырыққа тіреп, өзінің өтірігіне қазір бізді сендіртетіндей жағдайға кеп қойды ғой. Қазір өзінің өтірігіне өзім алынды. Жаңа сотта айтып отырған шаруаның барлығы тіпті күндерінде білмейді ғой. Мен қай күні, қай жерге барғанды жатқа білем. Білім бөлімінің басшысы ешқандай да күн мені дәлелдей алып отқан жоқ. Дәлел жоқ ешқандай да. Басқа күні анадан отдел кадрдан сұрайды. Және де ана білім бөліміне акт жасады. Және де оны Кантиева 4 бүктеп мағам әкелді деген 5 адам, 5 мұғалімнің актісі деп тұр ғой. Ол акты жоқ. Ол актыны Кантиева апарған жоқпын деді. Және де бұл жердегі айтатын нәрсе, кейін аудандық сот болып жатқанда соған Кантиеваға келіп, сол акты қайда деп сұраған. Бұл кісі білмеймін деген. Және де сол актыны қайтадан жазып,
білім бөлім басшысы қол қойып берсін дегенде менің қатысым жоқ деп менің завучым Кантиева қоймаған. Бұл кісілердің қолында оригинал жоқ. Және де Аукенова Әсер Нұрланқызы мен ол жерге ешқандай қол қойған жоқпын деп тұр. Бұл жерде жаңа 5 мұғалімнің 1 мұғалімі қойған жоқпын деп тұр. Және де сол күні 3 мұғалім жұмыста болмаған. Сонда бұл жерде мен 3 мұғалімнің қолы бар деп айта алмаймын. Бұл жерде тек қана Кантиев Бақыт мұғалім және де Кантиева Меруерт. Және де Бақыт мұғалімді мәжбүрлеп қойып бересің, қоясың деп жаңағы завучымды қорқытып қойғыздыртқан, шарасыздықтан қойған бұл кісі. Осы айтатыным осы.